Ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама. Жарығым, ел болам десен бесігіңді түзе деген екен. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов атамыз осылай айтып кеткен. Әй, бесікте жатқан баланың бойында құндылықты дарытып үлгермесе, кейін ұлт жандылықтың дәнін себу қиын болады ғой. Әй, жастайынан ата тәлімін алып, әженің мейіріміне қанып өскен бала ғана болашақта мейірімді, білімді, үлкен азаматша болады. Әже бөпе ол туралы түсінбейді ғой. Уй, жарығым, не істеп тұрсың сығалап? Ай, қарагөз, кел жарығым, кел осында. Ол бізді өзіндік сана деңгейімен түсінеді жарығым. Бесікте жатқан бала әженің әлдейін тыңдап өссе, қандай тамаша. Артымыздан келе жатқан ұрпақ ата әжесінің бойында бар жақсы қасиетті өзіне сіңіріп алса, одан асқан бақыт бар ма? Ұрпағымыз мықты тәлім тәрбие алып, сондай керемет халық боп жүрсе, бұдан асқан қандай бақыт бар? Ой, жарығым, міне, бесікте жатқан сәби сен құсап өсе келеді. Ой, жарығым. Қандай қажап. Иә, қызым, бұлардың барлығы ұлттық құндылыққа жатады. Қызым, ал сен ұлттық құндылықтың не екенін білесің бе? Жоқ. Қазақты халық әлеміне таң қалдырып, шарлатып, әлемге танытып жүрген ол біздің қазақ тіліміз, яғни ана тіліміз. Әжеме ана тілінде жақсы көрем. Жарайсың ботам, өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте деген бар. Ой, бәрекелді. Ал одан кейін ботам, қазақтың ұлттық құндылығына қол өнер кіреді. Яғни қол өнердің бірде-бір туындысы, міне, екеуміз отырған киіз үй. Ал киіз үйге міне шаңырақ, уық, табалдырық, кереге. Ой, бәрекелді. Міне осылардың барлығы киіз үй деп аталады. Қол өнерге қандай көйлектер кіреді? Ұлттық киімдер кіреді. Яғни ол тақия, тәжеки, қос етекті көйлек, міне бешпет, осылардың барлығы ұлттық киімге кіреді. Қолаң шашың ай қара көз жүрмесін, сәу сәлемат қызыл гүлім ай. Ботам, қазақ халқы әлемге өте танымал халық, және біздің салт дәстүріміз ерекше. Біздің құндылығымызға ұлттық ойындар да кіреді. Ұлттық ойынға міне ләңгі тебу кіреді, көкпар, бәйге, қыз қуу дейді. Осылардың барлығы ұлттық ойындарға жатады. Е, жарығым, еске сақта, ұмытпа алтыным. Ене, ет дайын болды. Алақай, бешбармақ жеймін. Е, жарығым, қазір. Қызым, қазақта бір табақ ет деген бар. Ет асу бар, ет тарту деген бар, бір астау ет деген бар. Ал тартылған етті бесбармақ деп атауға болмайды екен. Әже, рахмет, түсіндім. Ой, жарығым, сол. Алтын өзі алтын. Баға жетпес осындай құндылығымыз бар ел. Қандай бақыттымыз біз. Ал келешек ұрпаққа ұлтжанды болуды, патриотшыл болуды, және де дәстүрімізді ардақтауды үйретуіміз керек. Еліміздің елдігі үшін аянбай қызмет жасайтын азамат пен азаматшамыз көп болсын ағайын. Ал не отырыс ағайын? Астан дәм алып отырайық. Кел жарығым.